Сәлем досым, бүгінгі видеода туған күніңді қалай қызықты өткізу жайлы жоспар құратын боламыз. Мен саған екі сиқырлы қорапша ұсынамын, соның біреуін таңдайсың. Ойлануға 10 секунд беремін. Дайынсың ба? Ендеше кеттік. Туған күніңді қайда тойлайтыныңды таңда. Аквапарк немесе Дисней. Туған күнге қандай көлікпен барғың келетінін таңда. Соңғы үлгідегі Мерседес немесе ескі Мерседес. Қандай тағамдар болатынын таңда. Қуырылған жәндіктер немесе пицца. Қандай торт болатынын таңда. Жемісті торт немесе қорқынышты торт. Қандай сусын болатынын таңда. Сүт немесе Кока-Кола. Қандай сыйлық сыйлайтынын таңда. Жай сыйлықтар немесе көп ақша. Жақсы көретін досыңның сыйлайтын сыйлығын таңда. Лондонға саяхат немесе ролик сағаты. Дастарханда қандай жеміс болатынын таңда. Әртүрлі жемістер немесе тістелген алма. Аниматорды таңда. Пеннивайз немесе Мистер Бист. Қандай телефон сыйлайтынын таңда. Nokia немесе iPhone 16 Pro Max. Қонақтарға дресс-код таңда. Маскалы бальный киімде немесе тек қана ақ түсте. Қандай кітап сыйлайтынын таңда. Жай кітап немесе электронды кітап. Қандай ауа райы болатынын таңда. Ашық күн немесе жаңбырлы күн. Қандай ноутбук сыйлайтынын таңда. Жаңа Apple ноутбугі немесе ескі ноутбук. Қандай мысық сыйлайтынын таңда. Мазасыз ашулы мысық немесе сүйкімді мысық. Қандай самокат сыйлайтынын таңда. Электросамокат немесе ағаш самокат. Қандай гүл сыйлағанын қалайсың. Раушан гүл немесе кактус гүлі. Қандай ойыншық сыйлайтынын таңда. Робот ойыншық немесе жұмсақ аю ойыншығы. Қандай күшік сыйлайтынын таңда. Робот күшік немесе сүйкімді күшік.
Туған күнде қандай отшашу болатынын таңда. Үлкен отшашу немесе кішкентай отшашу. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кет. Келесі қызықты видеоларды көруге ұмытпа. Ал ендеше сау бол досым.